Ертеде бір император болыпты. Ол көп жыл елді даналықпен әрі әділ басқарыпты. Алайда балаларының болмауы оны қинайды екен. Қандай да бір баланы бауырына басып, өзінің мұрагері етпекші болыпты. Ал сонда кімді таңдап алу керек? Ол ұлының ақылды, мейірімді әрі шыншыл болуын қалапты. Ол өз ұйғарымын халыққа жария етуді тапсырады. Императордың ұлы болғысы келетін балалардың ата-аналары сарай алдындағы алаңға жиналады. Императордың қызметшілері олардың бәріне тұқым таратып береді. Қай ұлды әдемі гүл өсіп шықса, сол императордың баласы болады. Бір ай өтеді де сарайдың алды адамға қайта толады. Балалардың үлкен тобы қолдарына гүлі бар қыш құмыра ұстап тұр. Алайда қызметшілермен бірге ұлдардың ұзын қатарын аралап шыққан императордың жүзі қатаң әрі үнсіз көрінді. Бүкіл алаңды аралап шыққанда оның жүзі мүлде түнеріп кетеді. Ол кенет кішіректеу жұпыны киінген ер баланы байқап қалады. Қолында бос гүл өсіретін құмырасы бар бала бөлек тұр екен. Император оның жанына тез жетіп келіп: «Сенің құмыраң неге бос? Әлде шарттың қандай болғанын білмейсің бе?» деп сұрайды. «О, ұлы император», деп жауап береді бала. «Мен сіздің қызметшіңізден алған тұқымды ектім, оған су құйдым, күттім, бірақ одан ештеңе шықпады». Император баланы қолынан жетектеп, алаңның ортасына алып шығады да: «Міне, мына бала менің ұлым болады», дейді. Тобыр: «Неге, қалайша?» деп шулайды. «Себебі», дейді император салтанатты үнмен, «менің қызметшілерім сендердің барлықтарыңа пісірілген тұқым таратты. Одан ештеңе өсіп шықпайды. Маған керегі әдемі гүл емес, шыншыл бала болатын». Барлығы өтірігі үшін ұялды. Ал император жұпыны киінген баланы қолынан жетектеп сарайға алып кетті.